Су басқан көліктерде сіздің қауіпсіздігіңізге әсер ететін және қымбат жөндеуді қажет ететін жасырын зақым болуы мүмкін. Көліктің су астында болған тексерудің бірнеше жолы бар. Біріншісі ол иіс. Көліктің ішінде дымқыл немесе көгерген иіс болса, бұл ескерту белгісі болуы мүмкін. Екіншіден, тот немесе коррозияға мән беріңіз. Негізінен тот басуға бейім емес, есіктердің ішкі жағы, қозғалғыш бөлігі және еден төсеніштерінің асты сынды жерлерге ерекше назар аударыңыз. Үшіншіден, электрониканы тексеріңіз. Электр тоғы тұрақсыз болса, немесе сымдардан коррозияны байқасаңыз, бұл суға батқан көліктің белгісі болуы мүмкін. Төртіншіден, көлікпен тест-драйв өткізіңіз. Қозғалтқыштағы, тежегіштегі немесе электроникадағы кез келген ауытқулар алдыңғы жайттармен байланысты болуы мүмкін. Егер көлікке деген күмәніңіз болса, онда тәуекелге бармаңыз. Арнайы мамандарға хабарласыңыз немесе көлікті толық диагностикадан өткізіңіз. Бұл кеңестер сізге дұрыс таңдау жасауға көмектеседі деп үміттенеміз.